Сәлем, бүгінгі сабақта дипломированный психологтарға арналған 3 қадамды бөлісетін боламын. 3 қадамды бастамас бұрын мен сіздерге өзімді таныстырып кетейін. Менің аты жөнім Сыдықова Жанна, практик психологпын. 5000-нан аса қыз-келіншектерді терапиядан өткіздім. Миллионер шәкірттерді шығардым. Өзім 0-ден 150 миллионға көтерілдім. Сол үшін дәл сіз сияқты дипломированный психологтарды масштабқа шығарамын деп шештім. Сондықтан да осы сабақты шығарып отырмын. Неге психологтар сіздердің қаншама білімдеріңіз болса да, бірақ сіздерде миллион жоқ? Не үшін? Қалай ойлайсыздар? Себебі бізде нақты аудитория жоқ. Көп психологтар қалай ойлайды? Мен бәріне көмектесем деп ойлайды. Именно осы ойын қате. Қалай ойлайсыз? Не үшін блогерлер болсын, я? Атақты адамдар өзіні как будто психологияны білетін сияқты көрсетеді. Себебі олар түсінеді. Осы үлкен ауқымды тема, бұл жерде өте ақша көп. Сол үшін олар маскируется. А сіздерде реально білім бар, бірақ әлі де жүрсіздер. Мамам папаңды проработка жасап берем, ақшалай сені жетістікке шығарам, ақша потогын ашып берем, тағы да басқа. Осы нәрсені қоямыз. Бірінші шаг. Сен нақты қандай клиенттерге көмектесе аласың? Нақты сенің клиентің кім? Қандай адамдарға пайдалы бола аласың? Клиент өзінің проблемасы, оның жаңағы мазалаған кезде ол тек қана проблемасынан құтылуды ғана ойлайды. Ол ақшаны, басқа нәрсені ойламайды. Сен нақты бір сфераны таңдайсың. Психология үлкен наука, үлкен ғылым. Оның барлығын мен бәріңе спасательмін, бәріңді құтқарам деу, ол дұрыс емес. Сондықтан сенде бір ғана направление болу керек. Мысалы, сен тек қана бала психологысың. Демек, сенің аудиторияң баласымен проблемасы бар қандай адамдар? Әке-шеше, немесе тек қана аналар. Оны да таңдау керексің. Бұл сенің жасайтын бірінші әрекетің. Тура осы аудиторияға арналған ақпараттарды сен түсіріп бастайсың. Бүгіннен бастап сен тек қана бала психологиясына байланысты проблемаларды шешесің. Сол жерден сен номер 1 психологсың. Екінші қадам, тура сол проблеманы шешетін сіздің мықты методикаңыз болу керек. Ол қандай методика? Ол қалай адамдарға, тура сол сіздің методикаңыз қалай адамдарға көмектесе алады? Сізге келген клиент сізде сол методиканың бар екеніне көзі жету керек. Және сіздің тура сол методикаңыз оның проблемасын шешуге көзі жету керек. Егер осы нәрсе болса, ол клиент сізден ойланбастан сатып алатын болады. Тура сондай проблемасы бар клиенттердің барлығын сіз өзіңізге тартып аласыз. Получается, сіз ол жерде қаласаңыз менторлықты сатасыз, қаласаңыз қымбат терапияңызды сатасыз оларға, қаласаңыз курсыңызды сатасыз, қаласаңыз тренингтер өткізесіз, қаласаңыз ретриттар өткізесіз. Тек қана бір ғана терапия, клиент жоқ деп отыруды қоямыз. Өйткені сізде үлкен білім бар, ал ол білімді практикаға айналдыру керек. Тура осылай мен өзімнің авторлық методикамды құрастырып шықтым. Сонымен 150 миллионға дейін таптым. Үй алдым, саяхаттадым, машинамды алдым, например. Қаншама қыздарды терапиядан өткіздім, миллионер шәкірттерді шығардым. Мен қазір өзімнің наставничествомды ашып жатырмын. Именно дипломированный білімі бар психологтарға. Өйткені сіздердің білімдеріңіз бар, сіздер қаншама адамға көмектесетін едіңіздер. То есть бұл менің миссиям болғандықтан мен психологтарға наставничествомды ашамын деп шештім. Масштабқа старт деп қойдық атын. Неге? Сіздер осы жерде менімен бірге, мен жасаған әрекеттерді бірге жасайтын боласыздар. Егер мен дайынмын, практиковать етемін, маған көрсетіңіз, үйретіңіз десеңіз, онда төменде анкета тастап қойдық, сол анкетаны толтырыңыз. Үшінші әрекет, наконец-то, осы сіздің өніміңіз, методикаңыз басқа адамдарға көмектесетіндей, сіздің басқа психологтардан қандай айырмашылығыңыз бар? Тура осы айырмашылық сізді ерекше қылып көрсетеді. Мысалы қараңыз, адамдар бірдей әрекетке
бірдей әрекетті біз күнделікті көзіміз үйренген көріп жүрміз. Бізге қызық емес та ол нәрсе. Когда бір жаңа бір нәрсе шыққан кезде адамдарға қызық. Ол қарап бастайды. Ол адамды ұстап қалады. Ол көргісі келеді. Мына адамда мынандай мықты методика бар екен. Давай-ка сол методиканы көрейік. Деген сияқты ода қызығушылық пайда болады. То есть сіздің не беретініңіз адамдарға түсінікті болу керек. Ол үлкен проблема болу керек. Және ол өте қызықты болу керек. Міне осы үш нәрсе сізде болса, онда ақшаның барлығы сіздікі деп есептей беріңіз. Мен өзімнің наставничествомда масштабқа старт деп қойдым. Толық практиканы сіздерге үйрететін боламын. Қалай жасау керек, қалай миллиондарға шығамыз, қалай қымбат чекке сатамыз, қалай курс, тағы да терапиядан басқа курстар, тренингтер, макросборлар, ретриттер қалай ұйымдастырамыз, не істейміз, оның барлығымен бөлсемін. 80% практикадан тұрады. Егер хочу десеңіз, төмендегі анкетаны толтырыңыз.